Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 15 минут қана уақыттарыңызды алатын, құрамына ешқандай сары майда сүтте қосылмайтын бір ғана жұмыртқадан өте оңай печеньелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, оның үстінен 100 грамм қантымызды салып, екеуін венчикті немесе жай ғана вилканың көмегімен қантымыз жақсылап ерігенше араластырып алатын боламыз. Оның үстінен 100 мл сұйық майымызды да қосып, екеуін тағы да біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізіп салып, үстінен бір шай қасық разрыхлительді салып, қолмен жақсылап илей отыра, жұмсақ қамыр етіп илеп алатын боламыз. Менің парақшамда бұл печеньеден бөлек өте көп пирогтардың, булочки, торттардың және ыстық тағамдардың рецептілері бар. Сондықтан менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Міне бізде осындай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр шығу керек. Енді бұл қамырымызды бетін жауып 5 минутқа қалдырып қоямыз. Және де қамырымызды осылай сопақша етіп аламыз да, бөліктерге бөліп шығамыз. Менде шамамен 15-те печенье шықты. Егерде көп қылып жасағыларыңыз келсе, дәл осы құрамды 2-ге көбейтіп, яғни 2 жұмыртқа, 100 грамм қантты 2-ге көбейтіп, 200 грамм қант, дәл солай жасай берсеңіздер болады. Әрбір бөлігімізді алып, қолмен осылай кішкене дөңгелетеміз де, әдемілеп, үстінен басып, бақырындап қоя береміз. Және де осылай формамызға орналастырып аламыз. Оның үстіне кез келген бокалмен мен осылайша жапырақтарды әдемілеп сызып шықтым. Немесе сіздер кез келген бетіне узорды жасасаңыздар болады, немесе ешқандай узор салмай-ақ дәл осылай дөңгелек күйінде пісіре берсеңіздер де болады. Және де бетіне кішкене әдемі болып тұру үшін осындай жай ғана қантты аз-аздан сеуіп шықтым. Духовкамызға 200 градуста 15 минутқа салып аламыз. Печеньенің беті кішкене қызара берген кезде біздің печеньелеріміз дайын болды деген сөз. Міне осындай өте песочный, арасының бәрі тез-ақ пісіп шығатын, өте оңай печенье шығатын болады. Міндетті түрде өз отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Видеом ұнаған болса лайк басып, комментария жазып, өздеріңіздің достарыңызға интернет желілерінде, WhatsApp, Instagram желілерінде бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.